Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып пунктуация, көп нүкте, үтір. Көп нүкте айтылуға тиісті ой аяқталмай қалғанда сөйлем соңында қойылады. Мысалы, көз қорқақ, қол батыр, бісміллә, береке сонымен бастапта жіберді. Сөйлеуші қысылып сөйлей алмай қалғанда, асығыс айтқанда, ойдың бөлінуіне байланысты дауыс ырғағындағы кідірісті білдіру үшін. Мысалы, не қыл дейсің маған? Балаң тартып жіберші мына шетін, көтерсейші басыңды, мықтап ұста, ешқайда кетпес. Ары қарай біреуден алынған цитатаның не алдынан, не соңынан немесе сөйлем сөз қалдырылған жерге қойылады. Мысалдың алдында көп нүкте қойылған. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Яғни көп нүкте бізде сөйлемнің басында тұр екен. Ары қарай айтуға қолайсыз тұрпайы сөздің орнына. Мысалы, қарашы мына бүлдіргенін, яғни көп нүктенің орнында жаңағы айтуға тұрпайы сөз екен. Орнына көп нүкте қойылды. Ары қарай ескі қол жазбаларда көрінбей өшіп қалған жерлерге. Мысалы, қиын тиді оларға, аз кісі қайтып санарға. Енді үтірді қарастырайық. Бірыңғай мүшелер жалғаулық шылаусыз келгенде, мысалы, қайрат, ақыл, жүрек үшеуі ғылымға жүгініпті. Яғни қайрат, ақыл, жүрек деген сөз үтір арқылы жазылған. Ары қарай бірыңғай мүшелердің арасында жалғаулық шылай қайталанып тұрса. Мысалы, не дүниеде, не ахиретте, не пайдалы болса, не залалда болса, біле тұғын мен. Ары қарай оңашаланған айқындауыштың екі шетіне. Мысалы, мен Әсетов Орман, осы істі мойындаймын. Ары қарай құрмалас сөйлемдегі жай сөйлемдер арасында. Мысалы, қазанға қарамай асықса да, әңгімемен біраз отырып қалды. Тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.